Инстаграм арқылы қалай креатив жасаймыз, соны үйренетін боламыз бүгінгі сабақта. Өздеріңіздің инстаграм аккаунттарыңызға кіресіздер, камераны басасыздар, плюс батырмасын басып кіріп камераны басасыздар, мына жерде создать дегенді басасыздар. Сосын сіздерде осылай шығады, бірақ ештеңке жазбаймыз, далее деп өтіп кетеміз. Мына жерде бірінші тұрғаннан домалақтан цветін ауыстырып таңдай аламыз. Мысалы мына ақ цветті таңдайық, одан кейін фото таңдаймыз. Яғни сіздер қандай креатив жасағыларыңыз келеді, қайсысына ұқсас қылып жасағыңыз келеді, соны осы жерге кішкентай қылып айтып қойсаңыз болады. Қайтадан кіріп фото таңдаймыз. Өшіріп тастай салайық, мынау онша емес сияқты. Мына жерде жоғары жағында үшінші тұр ғой. Сол жерден кіріп таңдаймыз фотоны, қараңыздар. Осы жерден кіріп мына фотоны қояйық, мысалы осыны қоя салайық. Сосын так, лето шрифт деген приложениені басып аласыздар. Бұның ішінде көптеген шрифттар бар. Өзімізге керекті әдемі шрифтті осы жерден таңдап аламыз. Так, мынаны ала берейік. Алтын деп жазамыз. Алтын. Так, цветін өзгертеміз. Скопировать етеміз. Мына жаққа келіп қоя саламыз. Неге? Ставить етеміз мына жерден. Ставить етеміз, бізде қойылды. Неге? Енді қайтадан сол приложениеге барып, бизнесін деген сөз жазамыз, жерден тағы да шрифтін ауыстырып таңдасақ болады. Мына шрифт алайық, бизнесін. Бизнесін, мына жерде енді цветін ауыстырамыз. Мына цвет болатын сияқты. Осыны таңдаймыз. Сары жоғары жағындағын басып, скопировать етесіздер. Копировать етіп, мына жаққа келіп, ставить етеміз. Бізде қойылды. Осылай қоямыз. Кез келген баннерді біз осылай жасай аламыз. Кез келген бір әдемі баннер көріп қалсаңызда, инстаграм арқылы жасасақ болады. Астында үйреткім келеді деп тұр. Так, осыны төмен түсіріп қоямыз. Леп белгісі жоқ екен. Үйреткім келеді. Шрифтін өзгертейік. Мына шрифтта тұрған сияқты. Осы ғана келіп қоямыз. Сәл кішкентай күшейтейік. Сәл. Осылай туралап аласыздар өздеріңіз. Екі саусақтарыңызды бүйтіп жылжытып не істесеңіздер, экранға бұлар жылжиды. Буквалар барлығы. Осылай дұрыс болды. Так, фотоны сәл үлкейтеміз. Енді бізге мына баннердегідей. Так, жоғары жағында, так, үйде отырып деп тұр. Үйде отырып алтын сатып тапқысы келетін сұлу қыз-келіншектерге алтын кәсібін үйретемін. Алтын деген сөзді үстін осылай басып тұрасыздар да, мына жерден цветін өзгертсек болады. Мен сары цветке қойдық. Осылайынан қоясыздар. Енді бізге мынандай нелер керек. Мына жерде тұрғандай алтын сағат, алтын браслет керек. Ол үшін не істейміз? Мынаны ең бірінші сохранить деп черновикке сақтап аласыздар екен, кетіп қалуы мүмкін. Енді біз Google-ға кіреміз. Алтын сағат деп жазамыз. Өзіңізге ұнаған кез келген біреуін мен скачать ете салайын. Сохранить фото деп сақтап аласыздар галереяға. Енді алтын білезік. Так, мынаны сақтап алайық. Енді қайтадан Google-ға кіресіздерде удалить фон деп жазасыздар. Сіздерге осылай ашылады. Мына жерде бесплатно жасап аласыздар. Медиатека деген таңдайсыздар. Загрузить изображение. Осы жерде мысалы мына сағатымызды қояйық. Осыны қоямыз. Бұл автоматым сіздерге кез келген фотоны осы арқылы жасасаңыздар, автоматым сіздерге артындағы фонын алып тастап береді. Мына жерден скачать етіп сақтап аласыздар. Галереяларыңызға сақталады бұл. Скачать деген батырманы басамыз. Сохранить изображение дегенді бассаңыздар да
болады. Енді қайтадан галерея инстаграмға кіреміз. Плюс деген батырманы басамыз. Черновик, төбе жағында черновик деп тұр, енді мыналарды қойып тастайық. Менде егер тез болып кетіп жатса, мына видеоны кішкене скоростын азайтып көрсеңіздер болады. Екінші бізде білезік тұр, білезікті мына жаққа қоямыз, сағатты мына жаққа қоямыз. Енді төмен жағында подробное деп тұр, подробное бас деп қойсаңыздар болады, подробное батырмасы деп қойсаңыздар да болады. Осылайынан кішкене келтіріп аламыз, осылайынан қоямыз. Одан кейін так. Енді тағы да подробное деп. Тағы да екіншісі тұр, подробное. Бір ені қалдыр кетпін. Так, кішкентай болып кетті, қайтадан жазамыз, өшіріп тастап. Подробное. Болды. Көрдіңіздер ме? Кез келген креативті біз осылай оп-оңай инстаграм арқылы жасай аламыз. Сохранить етіп аласыз.